Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін үй жағдайында томат дайындайтын боламыз. Кез келген асқа пайдалансаңыз болады. Өте дәмді әрі ерекше түс беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз тәтті қызыл бұрышымызды осындай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сізде егер ет тартқыш болмаса, блендермен езіп алуға да болады. Одан кейін қызанағымызды да дәл солай ет тартқыштан барлығын өткізіп аламыз. Мен бұл жерде 1 килограммнан аса қызанақ және де 2 килограммнан аса тәтті бұрыш пайдаландым. Одан кейін барып ет тартқыштан сарымсағымызды өткізіп аламыз. Негізі аскөкті және укропты ет тартқыштан өткізбей жай ғана турап қосуға болады. Немесе мен сияқты ет тартқыштан да өткізіп алсаңыздар болады. Барлығын дайындап болғаннан кейін үлкен қазанымызға 3 сұйық майымызды құямыз. 3 ожау болса жеткілікті. Оның үстіне жуып тазаланған жуа деп аталынады. Кейбір жерлерде пияз деп те аталынады. Пиязыңыз көп болған сайын сіздің томатыңыз өте дәмді болады. Мен осы жерде үлкен 3 пияз пайдаландым. 3 бас пияз қостым. Жақсылап майдалап турап, пияздарыңыз сарғайғанша қуырасыздар. Мінекей видеодағыдай сарғайып түске енгеннен кейін барып, оның үстіне ет тартқыштан өткізілген тәтті бұрышымызды қосамыз және қызанағымызды қосамыз. Содан соң ең соңынан барып сарымсақпен аскөкті және укропты қосатын боламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң барып бұрқ еткізіп бір рет қайнатып аламыз жоғарғы отта. Содан соң барып оттың астын басып, шамамен 1-1,5 сағаттай қайнатамыз. Міндетті түрде бірінші сақырлатып бір рет қайнатып алыңыздар. Содан соң барып оттың астын басып, орташа отқа қойып, жайлап 1-1,5 сағаттай қайнатасыздар. Қайнаған сайын осындай өзінің су бөлектеніп шығады. Ешқандай су қосудың керегі жоқ. Осымен біздің томатымыз дайын болды. Егер сіз томатты ұзақ мерзімге сақтағыңыз келсе, банканы міндетті түрде булап, содан соң барып біздің томатымызды құйып, бетін жауып, ұзақ мерзімге сақтауға болады қыздар. Немесе холодильникке де банкаға жақсылап құйып, бетін жай ғана крышкамен жауып қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ұнайды деген ойдамын. Егер менің каналым сіздерге ұнаған болса, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.